Мына тамақты бұрын сонды неге жасамағанмын деп ойланып қалдым ғой. Дәмі енді тіл үйреді. Қай ұлттың тағамы екенін білмеймін. Сіздермен де рецептісімен бөлісе кетейін. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, ұзынша етіп туралған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Үстінен пияз, теркадан өткізілген сәбіз, болгарский перцімізді салып, жақсылап 5 минут қуырып аламыз. Дәмдеуіштерден қара бұрыш, тұз, паприка, чесночный приправамызды салып, жақсылап араластырып, 5 минуттай бұқтырамыз. Енді үстінен соевый соусымызды құйып, тағы да араластырамыз да, суымызды құйып, бір бұрқыратып, қайнатып, баяу отта тағамызды пісіреміз. Етіміз піскенше мен алдын ала қамырды ашытып дайындап алған болатым. Сіздерге төменге рецептісін қалдырып кететін боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қатты етіп, жұқа етіп жаймайсыздар. Осылай кесемен формасын бірдей етіп шығарып алсаңыздар болады. Үстінен майымызды жағып, дәл видеодағыдай етіп біріктіреміз. Уайымдамаңыздар, жабысып қалмайды. Барлығы дайын болған қамырларымызды, мантаваркамызды майлап, орналастырып шығамыз. Дайын болған қамырларымызды 35 минутта пісіріп аламыз. Өте керемет дәмі, тіл үйретін тағам ғой. Бетіне укропымызды сеуіп, үйдегілеріңізге ұсына берсеңіздер болады. Егер де сіздерге менің рецепт ұнаған болса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздер үшін менің парақшам өте пайдалы.